Бүгінгі видеода қалай 2 аптада денедегі сүйелді кетіреміз. Сүйеліңіз кетпей жүрме, барлығын қолданып жатсыз, ештеңеге кетпей ме? Онда осы видеоны соңына дейін қараңыз, кетіру жолын білетін боласыз. Сүйелді кетіру үшін не істеу керек? Бірінші айтпас бұрын бұл әдіс балаларға, үлкендерге бола береді. Сүйелді кетіру үшін не істейміз? Ацикловир деген дәрі бар, аптекада сатылады. Сол ацикловерді 2 мезгіл балаларға, үлкендерге 3 мезгіл ішесіз. Кәдімгі таблетка. Соны күн сайын ішіп жүресіз 2 апта бойы. Сол кезде сіздің сүйеліңіз өзімен өзі кетіп қалады. Бірақ мен сізге 100% гарантия деп айтпаймын. Кейбір адамдарға келмеуі мүмкін. Кейбір адамдардың сүйелдері кетпеуі де мүмкін. Бірақ көбінікі кетуі де мүмкін. Әркімнің ағзасына байланысты ғой. Жалпы 100% қазір гарантия еш жерде жоқ. 1 минутта не болатынына біз гарантия ештеңені білмейміз ғой. Сондықтан да бұл әдіс бізге дұрыс болмады, біз кетпеді деген сияқты комментарияларды жазбас бұрын сіздерге алдын ала айтып жатырмын. Кейбір адамдардікі кетпеуі де мүмкін, кейбір адамдардікі кетуі де мүмкін. Яғни бұны жасап көру керек бірінші. Бар болғаны осы қарапайым әдіс, осы таблетканы ішу арқылы сіз сүйеліңізді кетіре аласыз. Яғни 100% деп айта алмаймын, жаңағы айтып кеткендей. Сондықтан да, яғни сіздің сүйеліңіз кетпей жатса, басқа әдісті қараңыз. Бұл әдіс тәжірибеден шыққан, өзімнің апамның баласы жасаған. Өзімнің апам баласы мектеп оқушысы. Құрметті бауырлар, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын. Келесі видеода кездескенше.